Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Дәрігер ретінде сіздерге номері 5-ші диеталық ас мәзірін ұсынамын. Бұл диета созылмалы холецистит, созылмалы панкреатит, өттас ауруы, бауыр циррозы, созылмалы жедел гепатит, токсикоз, асқазан мен ішек аурулары, өт қабын алдырғаннан кейінгі 14-17 күнге арналған диета. Сіздерде осы ауру бар болса, міндетті түрде емдік диетаны бастауымыз қажет. Таңертең ұйқыдан оянғаннан кейін бөлме температурасындағы 45-50 градус болатын жылы су ішуден бастаймыз. Жылы су ағзаны қартаюдан сақтайды, қан айналымды жақсартады, ағзадағы токсиндер мен шлактарды шығарады және асқазан ішек жолдарына тез сіңеді. Су ішіп болғаннан кейін 30 минуттан кейін таңғы асымызға кірісеміз. Таңғы асқа жұмыртқаның ақ уызынан және піскен асқабақтан дайындалған жұмыртқа дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқаның ақ уызы қажет болады. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, үстіне піскен асқабақты қосып, дәміне қарай тұз салып, қызып тұрған пеште 15 минуттай пісіріп аламыз. Егер сіздерде пеш болмаса, табада пісіріп алсаңыздар болады. Ақуыздан жасалған жұмыртқамыз өте пайдалы, калориясы төмен және ағзаға оңай сіңеді. Диеталық тағам болып саналады. Құрамында көптеген ақуыздар, алмастырылмайтын амин қышқылдары, А тобының, В тобының, Д, Е тобының дәрумендері кездеседі. Және де құрамында калий, темір, мыс, кальций бар. Жұмыртқамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қоңырауша белгісін басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта пайдалы видеолармен бөлісетін боламын. Түскі асқа асқабақ сорпасын дайындаймыз. Асқабақ сорпасын дайындау үшін бізге тазартылған асқабақ қажет болады. Пияз, картоп, кілегей, сәбіз қажет. Асқабақ сорпасы өте пайдалы болып келеді. Асқабақ сорпасының құрамында А тобының, В тобының дәрумені, магний, мырыш көп мөлшерде кездеседі және жасалу жолы да өте қарапайым болып келеді. Асқабақ сорпасын дайындау үшін ыдысымызға 3 ас қасық зәйтүн майын қосып, пиязымызды қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылып біткеннен кейін сәбізімізді қуырып, оның үстіне картопымызды салып, дәміне қарай тұз салып, кішкене су құйып, бұқтырып аламыз. Біздің картопымыз, сәбізіміз піскеннен кейін, оның үстіне бірнеше бөлікке бөлінген, тазартылған асқабағымызды салатын боламыз. Асқабағымызды салып біткеннен кейін, асқабақтың бетін толықтай жауып тұрмайтын су құйып, бұқтырамыз. Ақырын отта 20 минуттай пісіретін боламыз. Біздің асқабағымыз пісті. Оның үстіне кілегейімізді қосып, блендердің көмегімен бір текті болғанша езбе жасаймыз. Біздің езбеміз бір текті болуы қажет. Біздің өте пайдалы дәрумендер мол асқабақ сорпамыз дайын болды. Сіздерге ас болсын. Қалауыңыз бойынша безендірсеңіз болады. Түскі асқа кабачкиден жасалған өте дәмді тағам дайындайтын боламыз. Кабачкидің құрамында пайдалы микроэлементтер мен дәрумендер көп кездеседі. Және де крахмал аз болғандықтан ас қорыту жүйесін жақсартып, ішектерді тазартады. Құрамында С дәрумені өте көп мөлшерде кездеседі. Кабачкиімізді сыртын жуып бірнеше бөліктерге бөлеміз және майсыз еттен фарш жасап, дәміне қарай тұз себеміз. Пиязымызды мясорубканың көмегімен өткізіп алып, согын алып тастаймыз және фаршымызға араластырып,
кабачкиміздің ішіне орналастырамыз. Міне бізде осындай тағам дайын болды. Бұны пісіру үшін мантаваркаға салып 1 сағатқа буда жақсылап пісіретін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және ағзаға өте пайдалы болып келеді. Кабачки ағзаны ерте қартаюдан сақтайды және құрамында көптеген антиоксидант бар. Және де ағзадағы токсиндер мен жаман холестеринді ағзадан шығарып отырады. Қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Асқазан ішек жолдарына өте пайдалы әрі дәмді десерт жасайтын боламыз. Ол үшін бізге алма қажет болады. Алманы теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін оны парда 30 минут пісіретін боламыз. Біздің десертіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл ас қорыту жүйесін жақсартады. Асқазандағы қыжылды кетіреді. Дәмі өте дәмді болып келеді. Кешкі асқа кәдіден жасалған котлет дайындайтын боламыз. Бұл котлет өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ол үшін бізге майсыз ет қажет болады. Және 1 штук кабачки қажет болады. Пияз қажет болады. Жұмыртқаның сары уызы және майсыз фарш қажет болады. Мясорубканың көмегімен кабачкимізді ұсақтап ситадан суын сорып аламыз. Пиязымызды да мясорубканың көмегімен өткізіп, құрамындағы согын толықтай алып тастаймыз. Және ыдысымызға пиязымызды, кабачкимізді салып аламыз. Содан кейін фаршымызды салатын боламыз. Бізде фаршымыз майсыз болуы қажет. Майсыз болған фарш ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етеді. Және жұмыртқаның 1 сары уызын салып, дәміне қарай тұз салатын боламыз. Тұз салып біткеннен кейін котлеттің формасын жасап, котлетімізді 10 минут қорып алатын боламыз. Қорып алғаннан кейін парда 35 минут пісіретін боламыз. Бізде өте дәмді әрі нәзік котлет дайын болды. Қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Қарақұмықтан каша жасайтын боламыз. Қарақұмық өте пайдалы болып келеді. Ол асқазан ішек жолдарының қызметін тез қалыпқа келтіреді. Сапалы ақуыздарға бай тағамдық өнім болып табылады. Ол магнийге, калийге, фосфорға, темірге бай. Анемияның дамуына жол бермейді. Қарақұмықты дайындау үшін ыдысымызға 2 стакан суды қайнатып аламыз. 1 стакан қарақұмықты жақсылап жуып, тазартып алып, ыдысымызға салатын боламыз. Ақырын отта 20 минут пісіріп аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Піскеннен кейін 10 минутқа бұқтырып қойсаңыздар болады. Біздің кашамыз дайын болды. Өте дәмді әрі пайдалы болып шығады. Қарақұмықта омега-6 көп мөлшерде кездеседі және қанықпаған май қышқылы бар. Көптеген басқа дәнді дақылдарға қарағанда қарақұмықтың құрамында глютен болмайды. Қарақұмық антиоксиданттарға бай болып келеді. Біздің кашамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұйықтар алдында міндетті түрде кефир ішуіміз қажет. Кефирдің құрамында Д дәрумені көп мөлшерде кездеседі. Кефир дайындау үшін 500 грамм жылы сүтіміз қажет болады.
38-40 градусқа дейін жылы болу керек. Банкаға жылы сүтімізді құйып, 3 ас қасық кефир құйып араластырамыз. Араластырғаннан кейін жылы жерге 7-10 сағатқа қоямыз. Және кефирдің бетін орамалмен жауып қойсаңыздар болады. Кефиріміз дайын болғаннан кейін оны салқын жерде ұстауымыз қажет. Біздің бір күндік менюміз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Қоңырауша белгісін басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.